Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзімнің қысқа қиярды қалай маринадтап жабуды рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай қараңыздар. Ол үшін бізге қияр қажет болады, укроп, хрен, ащы бұрыш, капуста, сарымсақ, уксус, тәтті бұрыш, тұз, қант, домалақ қара бұрыш, лавр жапырағы және помидор қажет болады. Менде помидор түспей қалыпты. Банкаларымызды осылай парчетіп аламыз. Барлық банкаларымызды, огурцыларымызды, яғни қиярларымызды алдын ала 2 сағатқа 2 басын кесіп, салқын суға салып қоясыздар міндетті түрде. Менде 3 литрлік банкаға салып көрсетіп жатырмын біреуін. 2 ащы бұрыш салдым, стручковый перецтен. Бұдан да ащы болған қаласаңыздар, 3 штуктан салсаңыз болады. Осының өзі қатты ащы болады. Тәтті бұрышымызды саламыз, чесногымызды саламыз, капустамызды банкамызға сиятындай етіп, кесіп салып аламыз. Және де қиярларымызды ретіменен қойып шығамыз. Ретімен қойып шықсаңыздар, банкаларыңызға көп мөлшерде қияр кететін болады. Барлығын осылай салып аласыздар. Лавр жапырағын саламыз. Әр банкамызға 1-2 жеткілікті. Және қара бұрыш, домалақ бұрышымызды таңдағанда, душистый деген түрін таңдасаңыздар, ерекше керемет дәм беретін болады. Жай қара бұрышта, бірақ жарай береді. Барлығын осылай толтырып салып алдық. Банкаларымызға қара бұрышымызды салып, осыменен дайын болды. Үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып құйып аламыз. Барлық банкаларымызға құйып аламыз. Ешқандай тұз, қант салмайсыздар, өйткені бұл суымызды қазір төгіп тастаймыз. Барлық банкаларымызға осылай құйып болғаннан соң, бетін жауып, қақпағын бір шетке 20 минутқа қойып қоямыз. Достар, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Міне дәл осылай қиярларымыздың түрі өзгере бастайды. Суымыз жылыйды. Арада 20 минут өткен кезде суларын төге бастаймыз. Міне томат соғымыз дайын. Отқа қойып қойдым мен дәл осы уақытта. Кішкене қайнай бастады. Кішкене қоюлау болғаннан кейін 2-3 банкамның суын осы дәл томат соғымның үстіне құйып жібердім. Егер сіздерде соқтарыңыз сұйық болса, ол міндетті емес. Томат соғымызды да қатты қайнатып аласыздар, сақырлатып. Енді банкаларымызды үстінен енді 1 қасық қант саламыз ас қасықпенен. 3 литрлік банкаға 2 қасық ас қасықпенен тұз салатын боламыз. Және шай қасықпенен уксус құятын боламыз. Менде 70% уксус. Болмаса ас қасықпен жарты қылып құйып алсаңыздар болады. Міне осыменен тұздықтарын бәрін құйып алдық. Томат соғымыз қайнап бастады. Көбігін құймайсыздар. Қозғап жіберіп, банкаларымызға қайнап тұрған соқтарымызды құямыз. Барлық банкаларымызға осылай құйып аласыздар. Толтырып құйыңыздар міндетті түрде. Қиярларымыздың бойына тартып кетеді. Сол үшін толтырып құйыңыздар. Қыста ашып жесеңіздер, дәмі деген өте керемет болады. Және қиярларыңыз қытырлақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер міндетті түрде. Банкаларыңыз ешқандай да атылмайтын болады. Не барлығына осылай құйып аласыздар. Келесі банкамызға да құйып аламыз толтырып. Енді қақпақтарымызды қайнап тұрған ыстық суға салып алып, банкаларымызға қойып, осылай банка жабатын құралменен жақсылап бұрап жауып аламыз. Және жауып болған соң банкаларыңызды еңкейтіп,
міндетті түрде тексеріп көріңіздер. Сол уақытта ешқандай су тамып тұрмау керек. Осыменен қысқа қияр жабу дайын болды. Маринадтауымыз міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып шықты. Дәл осы күйінде ыстықтай орап, бір шетке жылығып қалдырып қойыңыздар. 1-2 күн тұрғаннан кейін алып қарай бересіздер. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Егер видеом пайдалы болса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.